қорқып кеттім ғой, мен сақталмай қалды деп ше. Дауыс естіліп тұр ма? Оказывается, эфирде андай бүйтіп поделиться деген жоқ екен да. IGTV-ге сақтау керек екен. Но хотя IGTV-де сақтаулы болады, бірақ мен одан скачать етіп сіздерге жіберетін болам. Скачать етем бұйырса одан. Жаңа телеграмға салып скачать етіп жатырмын. Негізі бұлай неудобно, IGTV-ге сақтаған құрсын. Басқа оқырмандарымды уайымдап кеттім ғой, кірмеген оқырмандарымды. Да. Менде мысалға эфир сақталмай қалған күн болмапты, Құдай сақтасын, мысалы эфир сақталмай қалған күн болмапты, бірақ кейбіреулер бар да, эфир сақталмай қалды деп жылап жататын. Сол сияқты қорқып кеттім да, менде ондай өмірімде болып көрген жоқ та, эфир сақталмаған. Сол үшін ойладым, может эфир сақталмай қалды ма деп, өйткені өз-өзіме IGTV көрінбей қалды да. Сіздер көріпсіздер. Қалай бірінші эфирдің эмоциясы қалай, нормально ма? Яғни бірінші эфирдегі менікі сатуға деген сіздердің көз қарастарыңызды өзгерткім келді да, психологиялық тұрғыдан. Енді қазір уже техникаларды айтып бастаймын. Екінші эфирде уже техникаларды айтам. Бірінші эфирді мен неге арнадым? Көбіне психологияға арнадым. Яғни сіздердің сату не үшін керек, сатуда нені кеше түнде өзгеріп кетіпті. Түнде өзгеріп кетіпті. Бәсе өткен мен кеше эфирге кірдім. Кеше менде ондай болған жоқ та. Кеттік бәрі дайын ба? Бастаймыз ба? Болды, мана неше адам болып еді, ұмытып қалдым. Алып кеттік. Бізде алдымызда енді миллион тұр да, мына жерде миллион тұр, приблизительно мына жерде тұр. Ал енді сол миллионға жету үшін, егер де сіз әр ісіңіздің барлығын ертең деп ертеңге қалдыратын болсаңыз, ешқандай әрекет жасамайтын болсаңыз, мысалға бар дейді адамдар, адам Құдайдан сұрайды дейді да, түнде ұйықтағанда. Ой, Алла тағала маған жақсы жұмыс кездессін, менің жұмысым өте күшті, арманымдағы жұмыс болсын дейді дағына, Құдайға тапсырады дағына, бірақ өзі ешқандай әрекет жасамайды да, мысалға ретінде. Бір күшті жұмыс іздеу үшін барып, ана жұмысқа барып, мына жұмысқа барып, сұрап, әрекет жасап көрмейді да, бірақ тупо просто, ой, Алла тағала маған жұмыс бұйыра көрсін, өзіме күшті ұнайтын жұмыс бұйыра көрсін, маған компаниялардан звондасын, маған хабарласын десеңіз, ол Алла тағала сізге көмектескісі келеді, бірақ әрекет жасамаған адамға ол қалай көмектеседі? Мысалға ретінде өздеріңіз ойлап қараңыздар. Ал енді мысалға сіз ісімен маманы болғым келеді, миллион ақша тапқым келеді дейсіз да, бірақ ешқандай әрекет жасамайсыз, менің сабағымды оқымайсыз, тапсырмамды тапсырмайсыз, допустим, дамығыңыз келмейді, әрекет жасағыңыз келмейді, онда әрине сізде болмайды. Мысалы, мен кей кезде болады, бүгін курсыма 100 адам жазылса екен деймін дағына, жазылса екен деймін, бірақ таргетингке шығарып қоям, бірақ жазылса екен деп, бірақ адам іздеуге, адамдарға жаңағыдай бір мына жерінде андай қалай айтсам бүйтіп отырып алып қазір мен адамдарды іздеймін деп не істемесем маған көп адам әкелмейді. Ал енді кәдімгі телеграмма аудио жазып, прямой эфирге шығып, прямой эфирде адамдарға түсініп, әрекет жасай бастасам, әрекет түбі берекет, адамдар көп жазылады да. Мысалы, бүгінгі басталатын мен бүгін Инстаграммен миллион курсы басталайын деп жатыр, бірақ мен ешқандай әрекет жасамадым да. Ешқандай, тек таргетингке жіберіп қойдым. Ұнаған адам хабарласады, ұнамаған адам хабарласпайды деп ше. Соответственно, маған тек 30 ғана адам жазылып болды. Бүгінгі курста мен 30 ғана адаммен бастайын деп отырмын. Ол енді оған мен лайықтымын. Өйткені жұмыс жасаған жоқпын да, мен өйткені мысалға ретінде. Қалай айтсам болады, кеше бар, мамамның үйіне қыдырып жүрдім деген сияқты. Кеше жоқ, алдың күні, кеше деген жарты күніміз далаға ойнауға кетті.
жарты күнім сабаққа дайындалдым, яғни презентация жасадым ше. Мысалға презентация жасаудың өзі біраз уақыт алады да, жаңағыдай жазып рет-ретімен сабақты орналастыру, ол дәптерге жазылып тұрғанмен презентацияға әдемілеп жазу, оның барлығы тоже уақыт алады. Сөйтіп мен бүгінгі басталатын курсыма дайындалмадым. Соответственно, жаңағы ол адам іздеймін деген мына жерінде бір не болған жоқ. Адамдар сұрағаннан кейін жақсы деп 15 деп қойып қойдым. Соған мен соответствую, яғни бірақ мен ұят қой енді. Алла тағаладан сұрау, егер де мен әрекет жасап, тырысып, соған арнап прямой эфирге шығып, там телеграмға айтып, анда айтып, мында айтып, өзің, когда сен активный болмайсың, онда сенің жұмысың, бизнесіңде де активный ешкім болмайды. А сен когда өзіңнің бизнесіңде активный боласың, мысалы кәдімгідей шын махаббатпен жасап отырғанды көрсетіп, сөйтіп тырысып сөйтсең, онда Алла тағала еселеп береді да, еселеп береді ғой, кәдімгі сен тырыссаң ше. Мысалға біреулер бар дейді да, мысалы экзаменге мысалға неде тапсырмаймыз ба, жаңағы 9 класстан кейін 11 класстан кейін экзамен тапсырамыз ғой. Сонда мысалға сен тоже мен Алла тағалама сенемін, Алла тағала мені алып шығады деп, сондай кезде енді Құдайды еске аламыз ғой. Сол кезде сөйтіп жай ғана сөйтіп жаңағы нелеріңді, жаңағы сүрелерді оқып сөйтетін болсаң, ол сүрелер де саған көмектеспейді. Егер де сен хотя бы дайындалып, шамалы бір дайындалып, міне мен дайынмын дегеннен кейін барып тілесең, онда ол жақсы. Яғни сен дайындалып, шамалы әрекет жасап барып сұрасаң, ол енді орынды. Ол енді орынды болып табылады да. Мысалы, бұл кезде мүмкін жолыңды ашып саған еселеп, сенің берекеңді берер. Ал енді сен миллион тұр мына жерде, миллионға жетсем екен дейсің, бірақ бүгінгі жасалу керек істің барлығын ертеңге қалдырасың. Эмоционально ол айтайын сізге, ол сіздің бизнесіңізге қатысы жоқ зат бола берсін, бірақ сіз адами тұрғыда бүгін жасаймын, бүгін істеймін, мысалы біреуге ақша төлеу керек бола ма, ертең төлей салам, ертең емес, бүгін төлей сал. Бүгін дәл қазір барды төлей сал, болды. Мысалы ретінде. Ертең оқимын, ертең емес, бүгін түнгі таңға дейін орындап тапсырманы деген сияқты. Яғни ертеңге қалдырмау, бүгін жасау, бүгін миға, бүгін дәл қазір, дәл осы сәтте, дәл қазір. Бір нәрсе ұнап тұрма, дәл осы сәтте, дәл қазір. Сол кезде миллионға действительно жетесің. Так, адамдардан ұялуды арыламыз. Бүгіннен бастап ұялам, анау не ойлайды, мынау не ойлайды, эфирге шыға алмаймын, үйте алмаймын. Ол просто ол адамға деген не ондай. Ұялам, эфирге шыға алмаймын, үйте аламын, үйте алмаймын. Ол тырыспаудың кесірінен негатив айту, және соны комплекс қылып алу. Ол біздің миымызда тұр. Біз оны қалап тұрған жоқпыз. Ал енді былай айтсақ екен, міне эфирге сен дайындалдың, презентацияңды жасадың, айнаға дайындалдың 10 рет, эфирге 10 рет шығып дайындалдың өзің черновой чатыңнан. Одан кейін барып шықтың, шыққанда дымда айта алмай қалдың, дымда позор болдың, позор болсаң сол кезде, онда келіп айт маған. Онда келіп айт, мына 3 әрекетті жаса, Аллаңнан сұра, содан кейін бар 5-шісінде сенен сол әрекеттен кейін, мықты дайындықтан кейін, айнаға дайындықтан кейін, өзіңнің түріңді әдемілеп шығып, және соның, яғни полностью презентацияны жасап, және Құдайдан сұранғаннан кейін, осы 4 әрекет жасағаннан кейін барып, маған айт, міне шын ханым, мен эфирден шығу менің қолымнан келмейді екен деп айтшы. Сол кезде басқа техникаларды уже қолданатын боламыз. Түсініп отырсыздар ғой да? Яғни адамдардан ұялу, анадан ұялу, мынадан ұялу, үйту, сөйту, оның барлығы сылтау. Сіз сол өзіңіздің комплекстеріңізді жазып шығыңызшы, прям қазір қағаз алыңызда, мен неден ұялам, менің қолымнан не келмейді. Жазып шығыңыздар. Менің қолымнан анау келмейді, мынау келмейді. Содан кейін барып өзіңізге сұрақ қойыңыз. Ал неге менің қолымнан ол келмейді? Неге келмейді менің қолымнан ол? Мүмкін мен тырысып көрмедім. Ал мүмкін мен оны просто жасап көрмедім. Может менің қолымнан ол келеді шығар? Неге мен оны келмейді деп айтып отырмын? Түсініп отырсыз ба? Мен сурет салу білмеймін дейсіз.
а на самом деле бір салып көрсеңіз керім салады екенсіз. Сол сияқты, яғни білмеймін, алдыға мынандайларды қоя бермеңдерші. Мен білмеймін, жасай алмаймын, үйтә алмаймын, бүйтә алмаймын деп. Жасай, мысалы, өзіңіздің, мысалы, сізге күшті көмектесетін нәрсе, ол отырып алып комплекстеріңізді жазасыз. Сосын комплекстерін жазғаннан кейін, не үшін менің қолымнан келмейді деген сұрақты қойсаңыз, жауабы табылады, иә? Яғни адамдардан ұялмаймыз. Бүгіннен бастап біз миллионер болғаннан кейін адамдардан ұялмаймыз. Ал енді қорқыныш жаңағы не ғой? Ол менен де қорқынышы болады. Мысалы, мен ертең сөйлей алмай қалсам не болады? Балам тұрып кетсе не болады? Адам жазылмай қалса не болады? Курсқа адам жазылмай қалса не болады? Эфирге шығып алып айтатын сөзімді ұмытып қалсам не болады деген қорқыныш любой адамда болады. Бірақ сіз соны қорықпаңыз, сіз сеніңіз. Сіз не ойлайсыз, ол сол болады. Одан кейін барып, ел не дейді? Вот осы көп адамды артқа тартатыны осы. Яғни пәленше не болып кетті, мысалы, сен күшті болып, мысалы, сен қазір эфирге шығасың, сосын сторис түсіресің, да, например. Сосын көбісі айтады, уже енді сенде таныстарың, тумаларың бар, класстастарың болуы мүмкін, группаластарың бар, уже айтады, мынау шырынға не болған, эфир түсіріп кетті, бірдеңемен айналысып жатыр ма, өзінше бірдеңе істеп жатыр деп. Ертең фотосессия жасаңыздар, бұйырса. Фотосессия жасағаннан кейін барып, әдемі суреттеріңізді шығарғаннан кейін барып, бәрі шыға бастайды. Жай ма? Қашан жасап келдің фотосессияны? Күшті болып кетіпсің, инстаграмның гүлі болып кетіпсің ғой деп. Бір нәрселерге шақырғанда, инстаның гүлі, деп сөйтіп сондай бір приколдар болады негізі. Басында мен осы сен салсын бастағанда сөйтіп тумаларым, әсіресе мен фотосессияны ұйымдастырып, сосын инстаграмға клеен сондай бір күшті суреттерді қойып бастадым. Сол кезде шықты көп адам, күшті болып кетіпсің ғой. Инстаграмды біліп алғаннан кейін кәдімгідей сол адамдардың сол сөздер адамға тиеді. Сол кейбіреулер ойлайды, мен құдағайым не ойлап қалады, көршім не ойлап қалады, анауым не ойлап қалады деп. Біреудің сөзі не керек сізге? Біреудің сөзі керек емес. Сізге бастысы мына жерде миллион тұрма, сол миллионға жету ғой, болды. Рахат қой, сен миллионға жеткің келеді, сен өз-өзіңді дамытасың. Яғни ел не ойлайды, позор болам, қорқыныш, ондайдың барлығын сызып тастаңыздар. Өйткені ол миллионға сізді жеткізбейді. Көп адам жетістікке жете алмайды. Неге? Өйткені осы кедергілерден өзін алып шыға алмайды. Түсіндіңіз ғой, да? Мысалы, мен қазір жүре беретін болсам, мен машина айдай алмаймын. Мысалы, мен правам бар, онымен мен машина айдай алмаймын да, мысалы. Оның праваның болған не керек? Ол машинаны айдау білмесең. Сондықтан әлі де айдай алмаймын деп жүрмін. Бірақ мен соның айдауға әрекет жасап, қайтадан барып нөлден бастап үйренсем, мен онда айдаймын ғой, мен оны сенімдімін да, айдайтынымда. Ал қазір енді білмегеннен кейін, қазір мен оны айдап тырыспағаннан кейін, ол рөлге мен отырып көрмегеннен кейін, мен ол рөлді бүйтіп отырып көрген жоқпын мен әлі. Бүйтіп нені басып, тормозды басып көрген жоқпын. Менде қорқыныш бар, мен айдай алмаймын. Қазір шықсам бір машинаға түйем, үйтем, бүйтем деп. Ал егер мен оның жолын жақсылап тұрып, үйреніп, алдын ала дайындалсам да, мысалы, қайсысын басқанда қайсысы болады екен, яғни эфирге шыққанда сен дайындаласың ғой. Қазір не айтам, мыналарды айтам, айнаға шығып дайындаласың. Любой нәрсеге дайындаласың ғой, енді сен пост жазарда да дайындаласың, біреумен кездесуге барғанда дайындалу керексің, тойға барып тос айтқанда да сен дайындалу керексің, ол тосты не айтам деген сияқты. Сол сияқты машина айдағанда да сен дайындалсаң, үйренсең бір ай бойына, правиланы жаттайтын болсаң, сенің де бәрінің де қолынан келеді ол машина айдау. Сол сияқты, яғни жолын білеміз, яғни оның проблемасын шешу үшін дайындаламыз, жолын білеміз, яғни қалай жасау керек жолын. Сосын ол у нас получится. Соны миларыңызға тоқып алыңыздар. Яғни біздің қолымыздан келмейтін дүние жоқ. Өйткені біз адамбыз. Менің қолымнан келген зат, ол сіздің де қолыңыздан келеді. Және мына принципті ұстап алыңыз. Менің қолымнан бұдан да жақсысы келеді. Мен бұдан да артығына лайықтымын. Болды, ол проблеманы шештік. Және бүгін тапсырма берем, сол тапсырманы орындайсыздар. Енді сатудағы ең басты мақсат, енді сату техникасына келейік. Енді уже мына эфир менде сату техникасына бағытталады. Енді сату техникасына келейік. Сатудағы ең басты мақсат
Ол құн және құндылық. Яғни сіздің тауарыңыздың құны болады және оның құндылығы болады. Ал құнынан құндылығы жоғары болу керек. Құн деп отырғанымыз ол сіздің тауарыңыздың бағасы. Ал құндылық деп отырғанымыз сол сіздің тауарыңыздың қандай нәтиже беретіні, ол адамға қандай жаңағыдай не береді, яғни қандай құндылығы бар, адамның қай жерін өзгертеді, соны айту. Яғни ол мысалы мынанша теңге, яғни мындай құнға сатып алды, бірақ оның құндылығы көп та. Былай қарап отырсаңыз, мысалы мына курстың да бағасының құны бар және оның құндылығы бар. Құндылығы ол өмір байлық, өмір бойы берілетін азық. Ол сізді уже бұл теманың барлығын білгеннен кейін сіз уже кәдімгі өзіңіздің самооценкаңыз биік болады. Қай нәрсені, қай бизнесті жасарда да сіз бұның барлығын по полочкам жазып алсаңыз, любой бизнестің көкесін таныта аласыз. Любой жерде бір адамға ақыл кеңес бере аласыз, да, бұл сала бойынша. Уже бұл бизнес өмір бойы керек па? Өмір бойы керек па? Сіздің ертеңгі күні келесі ұрпаққа барлығына көрсететін ол сіз ба? Сондықтан бұл курстың, мына курстың құндылығы құнынан 100 есе, 200 есе көп та. Өйткені сіз уже өмір бойы бұның барлығын біліп жүресіз, уже өмір бойы бұл техникаларды қолданасыз, да? Адамға өмір бойы ақша керек па? Значит, ол өмір бойы жұмыс жасау керек па? Ал жұмыс жасаудың мен сіздерге нақты правиласын үйретіп отырмын, құндылығы осы да. Ал енді мысалға құн және құндылық дегеннің астында не жатыр? Мысалға, мына ручка, например, бұл ручка 50 теңге тұрады делік. 50 теңге тұрады, бұның құны 50 теңге. Бұл жай зат, да, қазір былай қарап отырсам, бұл жай зат. Әшейін зат бұның. Бұл 50 теңгеге алынған жай ғана зат. Ал бұның құндылығы не? Бұның құндылығы сен қалаған дүниеңді дәптерге түсіресің. Бұл арқылы сен ойыңды жазасың. Бұл сондай саған ойыңды жазуға, сенің бүгінгі планыңды жазуға көмектесуші, сенің барлық ойыңды дәптерге түсіруші бір керемет құрал. Бұл сізге миллион әкелуге қадам жасап беретін құрал. Бұл өте керемет дүние. Сенің ойыңды қағазға түсіруге көмектесетін сондай ғажап дүние десем, бұның құндылығы жоғарылайды. Құнынан қарағанда. Құндылығы күшті ғой бұның. Түсініп отырсыз ба? Яғни, былай қарап отырсаң, жай зат, на самом деле құндылығы бұл біздің ойымызды, сіздің мына бүкіл курстан алып жатырған біліміңізді қағазға түсіріп, және оны мәңгілік сізге сақтап береді. Оны сіз жылдар бойы қарап оқисыз. Ол сізге оқуға көмектеседі, ойыңызды қағазға түсіруге көмектесетін сондай бір керемет дүние. Құндылығы жоғары ма? Жоғары. 50 теңге және мынау құндылығы жоғары ма? Жоғары. Сондықтан да өздеріңіз осы құн мен құндылықты айырып алыңыздар. Яғни өзіңіздің ценаңызға құн ретінде қарамаңыздар. Өзіңіздің ценаңызға, өзіңіздің ісіңізге, өзіңіздің тауарыңызға, өзіңіздің бизнесіңізге құндылығы мол дүние деп қараңыздар. Вот сонда разница болады. Адамға түсіндіргенде де мына құнды беру арқылы қандай құндылық алатынын түсіндіру. Бастысы осы. Сол кезде сізде уже сатудан проблема болмайды. Сатудан сенімсіздік болмайды. Мысалға, жаңа мен мана бір кітапты түсінді. Мен мана мысалға кітап алдым, например. Енді сол кітапты жалғастыра берейін, мысалы ретінде. Мысалы, сіз Камшат Бекжігітованың ойын және өміріңді өзгерт деген кітапты алайық. Ол кітап былай қарап отырсаң, қанша теңге тұрады, например, 3.500 теңге тұрады делік, 3.500 теңге тұрады ол кітап. Ал енді ол былай қарап отырсаң, ұстап қарасаң, ол қағаз. Оның құны 3.500 теңге тұрады. Былай просто қарап отырсаң, ол қағаз, ол кітап, жай құрал. Ал құндылығына назар аударсаң, ол сенің бүкіл ойыңды өзгертеді, ол сенің бүкіл өміріңді өзгертеді, ол сенің мына ойыңдағы бүкіл мусорларды шығарады,
саған четкий план береді. Құндылығы. Яғни сен өмір бойына өзіңді керемет ұстап, өзіңе өзің мотивация беріп, өміріңді реттейсің. Адамдармен қарым-қатынасыңды реттейсің. Саған не керек екенін түсінесің. Өкпе реніштен арыласың. Ойыңды дұрыс ойлауды үйретесің. Позитив ойлауды үйретесің десең, уже құнынан құндылығы асып кетті. Яғни адам дұрыс өмір сүруді үйренсе, дұрыс ойлауды үйренсе, оның өмірі түзеледі. Өмірі түзелсе, ол байлыққа кенеледі. Байлыққа кенелсе, ол бүкіл арман мақсатын жүзеге асырады. Ол 3,5 мың теңгенің талайын табады деген сияқты ғой, мысалы ретінде. Яғни сондықтан өз тауарларыңыздың құны мен құндылығын біліңіздер. Құндылығы ол тауар не алып келеді, қандай жетістікке жеткізеді, ол қаншама табыс алып келеді. Яғни саған белгілі бір пайдалы дүние алып келетіні рас. Ал құн ретінде қарайтын болсаң, тек бағасы ретінде, онда оны сату да қиын, оны сен алмайсың да. Мысалы, сен алатын дүниеңнің құны бар, бірақ сен оның құндылығын білмесең, саған несімен көмектесетінін білмесең, онда сен ол дүниені алмайсың. Мысалы, саған мына көйлек 5 мың теңге тұратын болса, например, онда бұл 5 мың теңге тұрады, бірақ та бұл маған әдемілік сыйлайды. Бұл мені өзімнің мысалы ретінде, бұл менің барған жерімде өзімді уверен ұстауға көмектеседі. Киіміме қарап, качествосына қарап, өзге адамдар мынау шырын күшті киініп алыпты деп ойлайды. Ол қалай айтсам болады, мен өзімнің баратын жеріме ұялмай барам. Менің статусымды көтереді. Мысалы, киім ол статусты көтереді ғой, все равно. Мысалы, сен қырғыздың киімін киіп алғаның белгілі, сен турецкий киім киіп алғаның белгілі, да, допустим. Мысалы ретінде, қырғыздың киімі ол түтіктеліп, арзан материал екені көрініп тұрады, простой екені. Ал Турциянікі кәдімгі жылтырап, күшті болып тұрады да. Мысалы, сен киген киімің качественный. Адам уже даже, мысалы, сіздің өзіңіз күшті, сіз өзіңізді сату үшін сіз дұрыс киім кию керексіз, иә? Яғни сізге бұл құндылық береді. Сіздің тауарыңыздың өтуіне көмектеседі. Сіздің бренд болып қалыптасуыңызға көмектеседі. Сіздің өз-өзіңізді жақсы көретін адам екеніңізді көрсетуге көмектеседі. Хотя құндылығы 5 мың теңге, құны 5 мың теңге, бірақ құндылығы жоғары оның. Адамға берер пайдасы жоғары. Түсініңіз ба? Сондықтан сатудағы ең басты мақсат ол құн мен құндылықты білу. Ал енді мына қателіктерді жіберіп алмаңыздар. Ол, мысалы, адамның эгосына шабуыл жасау. Мысалы, адам хабарласады сізге, сол кезде сіз бірден ана адамның бір проблемасын анықтау деген бөлек, ал проблемасын бетіне басу деген ол бөлек. Яғни проблемасын бетіне басу деген, сіз мысалы парақшасын тексергенде, парақшасын мысалы мен тексеретін болсам, например, онда айтатын болсам, парақшаңыз сондай жаман, біліміңіз төмен екен, дым білмейді екенсіз, сіз не істеп жүрсіз? Инстаграмды үйреніп алмай. Ужас, парақшаңыз вообще адам кіргісіз деген мусорларға толып тұр десем, ол мен онда адамның эгосына шабуыл жасап тұрмын да. Мен ол адамның статусын төменге түсіріп, оны таптап тастап тұрмын да. Ол одан кейін менен тауар ала ма? Ойланып көріңіздерші, ол менен қалай тауар алады, егер де мен оны жамандап тастасам. Ал егер де мен былай берсем, мотивация берем да, мен эгосына шабуыл жасамай, мен оған бір мотивация берем. Ол проблемасын анықтау деген, ол проблемасын бетіне басу емес. Мысалы, мен айтатын болсам, құрметті Әлия ханым, жаңа енді көріп отырмын, пост шығарып жатыр, әйтеуір аннан-мыннан суреттерге түсіріп жатыр. Аннан-мыннан суретке түсіп жатыр, әйтеуір тырысып жатыр, әйтеуір аннан-мыннан келген суреттерді салып жатыр, әйтеуір бір пост жазып жатыр да, мысалы, парақшасына. Енді мен оған айтатын болсам, егер де мысалы, мен оның проблемасы бетіне баспай, мен оған мысалы келген адамға мотивация беретін болсам, например, Әлия ханым,
өте күшті бетіңіз жаңа жылы жүзді екенсіз, сізбен танысқаныма қуаныштымын, және сол туралы бір информация алып алсам, мысалы Атырау қаласынан екенсіз ғой, мен Атырауда болып едім, Атырау өте күшті жер деп, енді мен онымен шамалы достық қарым қатынасқа келіп, сосын айтамын, Әлия ханым, мен сізбен шынайы сөйлесейінші, сіздің жаңағы талпынып жатыр екенсіз, жақсы ақпараттарды шығарып жатыр екенсіз, бірақ енді қазіргі заманның талабына сүйенетін болсақ, былайғы біліміңіз жақсы шығар, бірақ все равно Инстаграмның техникаларын меңгерсеңіз, мына посттарды былай емес, былай шығарар едіңіз, мына постыңызды былай шығарып, тіптен сіз мынандай столбикпен жұмыс жасағанда тіптен керемет қатып кететін еді деп, оған мотивация беремін да. Ал сіз солай жүргізсеңіз, сізге көп адамдар келетін еді. Мына бизнесіңізді осылай дамытса, бұл бизнесіңіз кәдімгідей керемет дамитын еді, уже пайдаға кенелетін едіңіз деп, мен мотивация беру арқылы ол адамға визуализация беріп тастасам, ол адам уже кәдімгідей қуанып, уже қатысқысы келіп кетеді. Уже ол кезде мен уже тықпалап тұрған жоқпын. Мен ол адамға пайдалы екенін, мына проблеманы шешсеңіз осылай болады деп, мен оған пайдасын түсіндіріп жатырмын, мотивация беріп жатырмын, түсіндіңіз бе? Ал екіншісі, ол мықты төмен бағаны, скидкаларды орынсыз жасай бермеңіз. Бағаны мықты төмендетпеңіз. Мысалы, ертеңгі күні курс ұйымдастыратын болсаңыз да, орынсыз скидка жасай беретін болсаңыз да, айтады да, мысалы, төмен баға болса, адам күдіктеніп қалады. Бұл баға неге төмен? Мысалы, сізге айтады да, мысалы, таргетингке үйретем, мен айтамын, мысалы, мен таргетингті 15 мың теңгеге үйретем деймін, ал біреу келеді таргетингті 1000 теңгеге үйретем дейді. Сіз қайсысын таңдайсыз? Сіз все равно мені таңдайсыз, 15 мың теңгеге үйретем дегенді. Хотя екеуміз де бір нәрсені үйретуіміз мүмкін да, ал 1000 теңгеге үйрететіндерді мен сенбеуім мүмкін. Ой, таралып кеткен информация шығар, бұл өз ісінің маманы емес, бұл туфтаны сатып тұр, уже негативтер кетеді да. Бұл значит, ертең мен қатсам, бұл жоғалып кетеді, немесе бұл біреудің курсын сатып тұр, ертең бұның курсына сатып алсам, менде по-любому результат болмайды, өйткені ол бағасы 1000 теңге. Ал енді мен 10 мың емес, 7 мың емес, мен 15 мың теңге деп қойсам, 15 мың теңге бір талай ақша ғой, онда ол адам ойлайды, значит, бұл деген таргетингтің соңғы трендін үйретейін деп тұр, значит, бұл өз ісінің маманы, өзін сыйлап тұр, значит, бұл өз ісінің маманы, бұған оқысам, мен действительно результат алып шығам, деген сияқты уже адамда сондай ой кетеді, түсіндіңіз ба? Яғни төмен баға, орынсыз скидка тоже керек емес. Ол құндылығын не түсіреді? Мына сіздің тауарыңыздың құндылығын түсіретін нәрселер, ол осы төмен баға. Ал құнын жоғарылататын, ол жақсы уверенный баға. Енді аудиторияға дәлдеп ұсыну. Мысалға, бір ұсыныс жасарда, мен мана да айтып өттім, тағы да айтып өттім. Яғни, тисе бұтаққа, тимесе терекке деп па, жаңа сөйтіп ата беруге, оқты ата беруге болмайды да. Нысандағы аудиторияға дәлдеп түсіруді сіздер көздеу керексіздер. Сізге, мысалға, мана айтып өттім ғой, қандай, яғни аудиторияңызды сегментациялаңыз. Мысалы, сіз көйлек сатасыз, бірақ сіздің көйлегіңіз 18 жас пен 35 жас аралығында әйелдерге көйлек сату керек. Ал енді сізге мысалы көйлек сатып алуға келді, сізге тойға арналған көйлектер де бар, сізде повседневкеге арналған көйлектер де бар. Бірақ сіз клиенттің проблемасын шешіп алу керексіз алдымен. Сіз қай жаққа іздедіңіз көйлекті? Тойға ма, әлде сіз повседневкаға киюге ма, әлде кішкентай кафеге ма, қай жаққа қарап едіңіз? Деп. Содан кейін барып там сіз көбінесе қандай фасондағы көйлектерді ұнатасыз? Мықты ұзын болсын ба, андай болсын ба? Яғни адамның қажеттілігін түсініп алу, аудиторияға, мысалы, қажеттілігін түсініп алу арқылы аудиторияға дәлдеп ұсыну. Түсініңіздер ғой? Осы нәрселер өте маңызды. Ал енді қараңыздар, мысалға, клиенттердің түрлері көп. Клиенттің неше түрі болады? Мысалға, сіз жарнама бересіз, мысалы, сіз лид магнит арқылы тегін жарнамалар бердіңіз, сізге көп
көп адамдар хабарласты, жан жақтан хабарласып жатыр, бірақ клиенттердің неше түрі болады да. Мысалы, ол қалай клиенттің неше түрі болады деген. Мысалға, клиенттер болады, мысалға, сіздің тауарыңыз керек, действительно сіздің бизнесіңіз ол адамға керек, бірақ ақшасы бар сонымен қатар, және оған срочно керек. Түсінесіз ба? Сіздің қызметіңіз немесе сіздің тауарыңыз ол адамға керек болып тұр, действительно керек, ақшасы дәл қазір алуға бар, және оған срочно керек. Ешқандай ойланбастан алуға дайын клиенттер бар. Ондай клиенттер жетерлік. Және клиенттер бар, екінші тип, ол оған керек, оның ақшасы бар, бірақ дәл қазір керек емес. Яғни оған шұғыл емес. Түсініп отырсыздар ма? Әйтеуір оған ол бір күні болмасын бір күні керек. Әйтеуір ақшасы бар, бірақ қазір алам деп жүрген жоқ. Мысалы, көйлекті мысалы бар, мысалы мен тойға баратын болсам, действительно маған онда көйлек керек, менің ақшам бар, және алуға дайынмын да дәл қазір. Ал енді кей кезде бір ерігіп жүрем магазиндерде аралап, енді көйлек керек, түбі керек, ұнатам көйлекті. Бірақ ақшам бар, оны алуға қызықсам, ақшам бар. Бірақ шұғыл емес. Әйтеуір жүрмін. Дәл қазір тойға бармайым, мүмкін бір алдағы уақытта керек болып қалар, бірақ дәл қазір керек емес. Түсініп отырсыздар ма? Яғни бұл клиенттің екінші тип түрлері. Яғни адамдар бар да, просто звондайды да, мына әйтеуір звондап интересовать етеді, ақшасы бар, ойланармын, мысалы курс өткізетін болсаңыз, келесіде қатысармын, ол дәл қазір ақша жоқ деп айта салады да, мысалға. Яғни оған дәл қазір керек емес. Егер де сіз сол адамның проблемасын анықтап, күшті қылдырып, тез деп бір триггерлерді қолданып жүрсеңіз, ол уже керек деген шешім қабылдауы мүмкін еді. Ал үшінші тип адамдар бар, оларға керек те емес сіздің затыңыз, оның ақшасы да жоқ, оған дәл қазір да керек емес, ерігіп жүрген адамдар. Не істерін білмей, әйтеуір ерігіп жүрген адамдар болады ол. Мысалы, менің курсым керек емес оған, оның ақшасы да жоқ оны алуға. Жай для интереса сұрайтындар бар да. Курсты қаншаға өткізесіз, қалай өткізесіз, және ол адамдардың сұрақтары да көп болады да, адамдардан қарағанда. Яғни бір адамның уақытын алады. Енді қараңыз, осы клиенттерді біз қалай анықтаймыз? Ол клиенттерді біз сұрақ қою арқылы анықтаймыз. Қай клиент қай типке жататынын. Түсініп отырсыздар ма? Алдымен осы клиенттерге көп уақытты құртпас үшін клиенттерге сұрақ қою не үшін маңызды? Яғни осындай клиенттер бар да, яғни осы үш типтегі клиенттер бар. Соның қайсысына біз уақытымызды көп арнауымыз керек, соны біліп алу үшін біз оларға сұрақ қою арқылы білеміз. Мысалы, керек деген және ақшасы бар, дәл қазір керек адамдарға біз максимум 80% біздің уақытымызды бұларға арнауымыз керек. Ал енді керек, ақшасы бар, бірақ оларға срочный емес болса, мысалы, дәл қазір керек емес болса, сіз оның барлығын сұрақ қою арқылы біле аласыз ғой. Оған 19% арнаңыздар. Ал который вообще керек емес, ақшасы жоқ, бір срочный емес, әйтеуір жүрген адамдар болса, оларға 1% ғана арнаңыздар. Но хотя мына үш клиенттің үшеуінен мынау сізде аз уақыт талап етуі мүмкін, аз уақытыңыз алуы мүмкін, ал мынау көп уақытыңыз алуы мүмкін. Бұл еріккеннен звондайды, бұның сұрағы да көп болады, сізді сынайды да, бүкіл уақытыңызды алады да. Көбісі осы сұрақ қоя берген мазасыз клиенттерге көп уақытын кетіріп жатады. Түсініңіздер ғой да. Менде неше түрлі сынап келетін оқырмандар болады. Ал енді бұл үш клиентті анықтау үшін біз қандай сұрақтар қоюымыз керек? Ең бірінші келеді ол клиент. Саламатсыз ба, қалайсыз? Мысалы, сетевик болсаңыз, жаңа сіздерге алдында көбісі айтты ғой, мен сетевикпін, маған көбісі сұрақ қойды. Мысалы, сіз бұрын сетевойда жасадыңыз ба деген сұрақ қойды, қандай жасасаңыз қандай результатқа шықтыңыз деген сұрақ қою мүмкін. Бірақ сіз сетевик болсаңыз, былай анықтап алуыңызға болады. Саламатсыз ба, қалайсыз? Енді сіз мысалы тегін вебинар өткіздіңіз делік, бірінші лид магнитіңізді өткіздіңіз, содан кейін барып сізге қызығып адам келді делік. Сосын сіз проблемасын анықтап алуыңыз керек. Мысалы,
яғни сіз қазір жалпы жұмыстасыз ба, әлде үйде отырған анасыз ба деп ше, мысал ретінде. Яғни үйде отырған анам десе, уже сен білесің оған қалай подход жасау керектігін. Ал жұмыста жүрген анам десе, уже сен тоже білесің оған қалай подход жасау керектігін. Түсініп отырсыз да? Содан кейін барып сіз сұрақ қоясыз. Бұл компанияны жалпы бұрын соңды естідіңіз бе? Яғни сіз жасап жатырған компанияны бұрын соңды естіген бе, продукциясын қолданып көрген бе, жалпы бұрын соңды сізге дейін біреу ұсынып көрген бе, соны анықтап аласыз. Одан кейін барып уже сіз проблемасын анықтадыңыз, уже үйде отырған ана немесе жұмыста жүрген ана жақсы деп, сосын уже сіз подход жасай бастайсыз. Біздің бизнесте сіз үйде отырған ана болсаңыз, сізге өте керемет көмектеседі. Тем более сіз продукциясын бұл компания естіп әлі көрмеген екенсіз. Көрмеген болсаңыз, алғаш рет көруіңізге және керемет эмоция алу үшін мен сізге көмектесем. Жалпы сізде осылай деп, яғни уже проблемасын тағы да анықтай бастайсыз. Яғни бұрын соңды бұл продукцияны алып көрмеген болса, және қазір қандай продукциялары бар адамдарға көмектесетін, сол продукцияларға байланысты сұрақтар қою арқылы тағы да сол продукцияға қызықтырып, сол маркетинг планға қызықтырып, яғни көбінесе сен сұрайсың да, яғни бұл компания сізге продукциясы маңызды ма, әлде маркетингісі маңызды ма, яғни нақты күшті бизнес жасағыңыз келе ма деп. Бизнес жасағыңыз келсе, онда мінекей маркетингі осындай бізде, мынаусы осындай деп сайттарыңызды көрсетіп, уже көрдіңіз ба, бұл маркетингті түсіндіре бастайсыз уже. Яғни алғашында сіз проблемасын анықтап алдыңыз, уже оның түсінікті, яғни сосын тағы да сұрақтар қою арқылы уже анықталады. Ол сізден ерігіп сұрап тұр ма, әлде ол, мысалы, кейбіреулер бар, сіз сұрақ қоясыз, ол жауап бермейді. Значит, ол ақшасы бар, оған керек, бірақ қазір шұғыл емес деген адамдар уже түсінесе, оған 19%. Ал сіздің сұрақтарыңызға жауап беріп, интересовать етіп, ол өзі сұрақтар қойып, өзі де интересовать етіп сұрақтар қойып бастаса, онда ол керек, ақшасы бар және шұғыл деген сөз. Оларға звондап, уже де ана бүкіл сайтыңызды, телеграмыңызды, ютубыңызды бергеннен кейін барып, тағы да звондап, уже нақты триггерлерді қолданып, асықтыртып, уже жазып алуыңызға болады. Ал который кейбір адамдар бар, сұрағыңызға қиқа-жиқа қылып жауап береді, прикол ұстап сөйтіп отырса, онда оған керек те емес. Оған мысалы сондай адамдар бар да, негативпен жауап беріп, бір ақылға қонымсыз сұрақтар қойып отырса, онда ол түсінікті да, оған керек емес, оған дәл қазір керек емес, ақшасы жоқ адам екені. Ақшасы жоқ адамдар солай адамдардың эмоциясын, жаңа адамдардың энергиясын судырып алу үшін, сіздің нервіңізға тию үшін бір сөйтіп әрекет ететін адамдар бар. Сондықтан да сіз не расстраивать етесіз, мысалы адамдар хабарласқанда неше түрлі пиғылдағы адамдар болады. Оның барлығына нормально қараңыз. Егер де сізге жаңағы сұрақ қоясыз, бірақ ыңғайсыз жауап берсе, оны қоя салыңыз, керек емес. Керек адам ол дұрыстап сөйлеседі, керек адам ол сұрақтарға жауап береді, керек адам кәдімгі сізбен достық қарым-қатынаста жақсы сөйлесуге әрекет жасайды. Түсініңіз ғой да? Ал вот дәл қазір керек, бірақ дәл қазір уақыты жоқ, бірақ сіздің жаңа сұрақтарыңа, мысалы, кешіріңіздер, сұрақтарыңызға жауап береді, бірақ сіздің сұрақтарыңызға ғана жауап береді, бірақ интересовать етіп кейін сұрақ қоймайтын болса, онда ол түсінікті, что оған керек, ақшасы бар, бірақ дәл қазір емес екені. Түсініңіз ғой да? Осылай анықтап ала аласыздар. Яғни керек, ақшасы бар, срочно керек адамдар, ол сіздің сұрағыңызға жауап береді, және ол сізге тағы да сұрақ қойып, бір ақылға қонымды сұрақтар қойып, солай жасайды. Онда ол дұрыс, оған 80%-ыңызды арнаңыз. Ал енді екінші типтегі мана айтып кеттім ғой, оған керек, бірақ ақшасы бар және дәл қазір керек емес. Онда ол сізден интересовать етіп сұрайды дағыны, кейін уже сіз жауап беріп, тағы да сұрақ қойсаңыз, сұрағыңызға жауап береді, бірақ тағы да интересовать етіп сұрақ қоймайтын болса, онда скорее всего олар екінші типтегі адамдар, яғни әзір керек емес адамдар. Ал үшінші типтегі адамдар, олар я керек емес, я ақшасы жоқ, я қазір керек емес. Олар сізге неше түрлі бір ыңғайсыз сұрақтар қою мүмкін, сұрақтарыңызға негативпен жауап беру мүмкін. Түсініңіз, сондай адамдарды уже үшінші типтегі. Өйткені мен уже оны зерттедім, ол солай болып келеді да, ол прям дәл солай болып келеді.
одан кейін барып маман жалпы мысалға көп жерге звондасаң, көп жерге хабарлассаң, кешеде өздеріңіз куә болдыңыздар оған. Яғни кеше сіздерге мен тапсырма бердім ғой, например, маркетинг саласынан кейін өздеріңіздің бәсекелестеріңізді зерттеңіздер, бәсекелестеріңіз сіздерге қалай жауап береді, содан результат алыңыздар, содан мотивация алыңыздар деп мен сіздерге тапсырма бердім, я? Яғни бәсекелестеріңізді зерттеңіздер, қалай жауап беретінін қараңыздар. Сонда сіздерде тоже 3 типке бөлінген болатын, я? Біреулері бар нашар, яғни сапасы нашар және жауапкершілігі жоқ, яғни мысалға ешқандай бір қалай айтсам болады, сіздің сұрақтарыңызға, например, нашар жауап беруі мүмкін, толыққанды жауап бермеуі мүмкін, мысалға ретінде. Яғни сұрағыңыздың жауабын толық ала алмауыңыз мүмкін деген сияқты, я, например. Ол және хабарласқанда, допустим, біреулер бар, кеше мен мысалға звондадым, бір қызымды налевойға бергім келіп еді ғой. Сол бір Ақтөбеде мектеп бар екен да, частный налевой, яғни ақшасын төлейсің, айына 8.000 теңге. Балаңызды жақсылап оқытып береді екен. Ол мектепке берсең, кәдімгі государственный мектепке бермеуіңе де болады екен. Содан не керек? Звондап едім ғой, мен звондадым. Шамалдың кейін алып, қоя тұрыңдаршы дейді да, сосын барып, алло, я, тыңдап отырақ дейді да, мысалға. Неприятно да, мына жерде ше, кәдімгіде прям. Сосын айтып едім ғой, енді мен сұрақ қойдым да, саламатсыздар ма, сіздерде оқу қашан басталады, сіздерге қашан документ тапсыру керек, мен білейін деп едім ғой деп. Сосын айтты, короче, августте басталады, августтың 10-дарында келіңдер деп сөйдеді. Сосын тұра тұрасыз ба, мен сізге тағы да сұрақтарым бар еді. Жалпы ол налевойды неше сағат оқиды, сонда мен сіздерге налевойға берсем, мектепке бермеумен бола ма десем, айттым ғой, қыздар 10-ына келіңіздер деп айттым ғой, августтың 10-ына келіңіздер деп дейді. Жақсы дедім. Ал енді музыкаға, биге беруге бола ма, қазір жасап жатсыздар ма десем, не түсінбейсіз сіз, августтың 10-ында келіңіздер дедім ғой деп сөйдейді да. Ол нашар жауапты, нашар сапа жоқ. Адам телефонды алардан, сен көріп тұрсың ғой, саған телефонға звондап тұрғанын, немесе саған хабарласып тұрғанын, мысалға ретінде. Яғни ұзақтан кейін жауап беретін болсаңыз, яғни көбінесе мысалы WhatsApp-ты қарап қойыңыз жиі, сізге хабарласып қалды ма, хабарласып қалған жоқ па. Содан кейін барып қалай солай, я сәлем жоқ, сауқат жоқ, мысалға саламатсыз ба деп мысалға, және сен деп сөйлемеңіз да, мысалға ретінде. Яғни сізге адам хабарласып тұр, нашар, сапасы нашар, ол не нәрсе? Ол сіздің қалай амандасқаныңызға қарайды, ол сіздің қатесіз жазғаныңызға қарайды. Мысалы, WhatsApp-та болса, сондайларға мән береді. Яғни сізге бір адам шығып тұр, сіз қалай солай қатемен жазбаңыз. Қазақша шрифті, қазақша шрифт, шрифттерді, қаріптерді пайдаланып, қазақша деген жазуды қазақша деп жазып, бір сондай ответственность болсын. Яғни жақсылап тұрып жауап беріңіз. Әр клиентке жауап бергеніңіз ол өте маңызды. Көп адамдардың жіберетін қателігі амандаспайды, сен деп сөйлейді, және қате жауап береді. Және асығыс жауап береді, ойын толық жеткізбейді. Аудионда деп әдемі дауыссыз, сұқынсыз жауап беретін адамдар, ол нашар, сапасы нашар, ондай адамнан сен алғың келмейді. Түсініп отырсыз ба? Ал енді егер де сізге сіз хабарласасыз, ол екінші типтер бар. Мысалға, сіз сұрақ қоясыз, саламатсыз, курс бастала ма десең, я басталады. Қашан басталады? 15-і. Нелер кіреді? Міне, сілтеме сайтқа кіріп қара. Группамен бола ма? Я. 15-і бастала ма? Я. Қасыңа адам ілестіріп кетсең, скидка бар ма? Жоқ. Яғни тақ справочник сияқты я, жоқ, және жаттанды сөздермен сөйлейтін болса, например, яғни сен мысалы тек ақпарат сұрайсың, ақпаратты тарсылдатып жіберіп тастайтын сондай болса, ол да нашар. Ол сол екінші типтер болады, адамдардың солай жауап береді. Яғни кейбіреулер бар, көмекшілерін жалдап қояды. Яғни ол тоже нашар. Справочник болмаңыздар. Сұрақ қойды ма, сұраққа әдемілеп жауап беріңіз өз ойыңызбен, және кері сұрақ қойыңыз. Түсініп отырсыздар ма? Адамдармен байланыс, адамдарға ухаживать ету, адамдарға жылы сөйлеу, адамдармен кішіпейіл болу, бұның барлығы сатуда бізде жақсы, яғни көмектеседі.
түсініп отырсыздар ғой да. Яғни нашар сапалы болмаңыздар, справочник болмаңыздар, тек сұраққа қысқа жауап беріп отыра бермеңіздер. Одан кейін барып, одан да сіздер ондай қасиеттерді алып тастаңыздар да, одан да сіздер қандай болыңыздар, яғни закрывальщик болу керек, яғни жаба білу. Яғни клиент хабарласты ма, міне мысалға сізге клиент хабарласты, барлығын түсіндірдіңіз, бірақ айтады, тіркелгім келіп еді, бірақ әзір ақшам болмай тұр деп айтса, онда сіз айтуыңызға болады, жақсы, ол дұрыс, бірақ сіз мотивация беріп жіберуді, егер де дәл бүгін сағат 22:00-ге дейін үлгеріп кетсеңіз, мен сізге курсты 6.000-ға емес, давайте мен сізге курсты 5.000 теңгеге сатамын. Давайте мен сізге сондай акция жасаймын деп айтуыңызға болады. Ол уже ойланып қалады. Түсіндіңіз ба? Немесе келесіде ақшаңыз жоқ па? Я, дұрыс, енді ақша қазір барлығында, яғни келсеңіз алдымен, я, дұрыс, қазір ақша кімде бар дейсіз, ешкімде де жоқ. Бірақ та салым салмай кіріс кірмейді. Өзіңізді профессионалдық тұрғыдан өсірмесеңіз, бұл ақшаны инвестиция қылып салмасаңыз, онда жүрсеңіз жүре бересіз. Дәл қазір жүрегіңіз қалап тұрса, дәл қазір сіз қатысқыңыз келіп тұрса, онда сізге Құдай мені сізге жіберіп тұр. Онда әрекет жасап, біреуден сұрап болса да, бұл арманыңызды өзіңізге іске асыруға көмегін беріңіз. Ертең бұл сізге 100 есе қайтатын болады деп мотивация беру арқылы клиенттің ойын өзгерту. Түсініп отырсыз ба? Яғни кейбір клиенттер болады, мысалы, былай айтады да, дұрыс, маған сен 6.000 теңгенің курсын сатып тұрсың, саған айтуым мүмкін, маған кеше дәл кеше сондай болды, менде бүйтіп айтады да, мен мұғаліммін, сосын айтты, маған 5.000 теңгеге беріңізші, мен алам, қазір төлемді, артық ақшам болмай тұр деп сөйтіп айтты ана адам. Мен всегда бағаны түсірмеймін да. Сосын айттым, жақсы, онда былай келсесіз, яғни клиентпен, сізде қазір 6.000 теңгенің курсына тек қана 5.000 теңге ақшаңыз болса, онда жақсы, ақшаңыз болмай тұрғанша, онда мен сізге былай келісім жасаймыз. Онда мен сізге ұсынам, қазір сіз 6 онлайн сабақ емес, сіз тек қана 5 онлайн сабақ аласыз, және контент марафон тегін алмайсыз, соны сіз 5.000 теңгеге ала аласыз. Немесе сіз 6.000 теңге, 5.000 теңге барлық сабақты алыңыз, бірақ менен кері байланыс болмайды. Яғни сондай бір нәрсені ұсыну үшін мысалға. Ал енді сіз, яғни бұл тағы бір ұсыныстың несі, яғни клиенттің жағдайын түсіне отырып, қандай да бір шешімді тауып беру. Клиенттің жағдайын түсінесіз, сосын қандай да бір шешімге алып келесіз. Оны любой бизнесте оны өзіңіздің салаңызға салып қолдануыңызға болады. Түсініп отырсыздар ғой да. Тағы да клиентті жабудың неше түрлі бар. Дәл бүгін тіркелетін болсаңыз, мысалы, сетевойларды қолдануға, мен сізге осындай сумканы подарить етемін. Ана 1000 теңгенің сумкасы болсын, просто мотивация ретінде, дәл осы кошелекті мен сізге, дәл бүгін тіркелсеңіз, мен сізге подарить етемін. Және де мен сізді кәдімгі өзімнің мынандай бір обучениемді сізге барлығын жақсылап тұрып үйретіп беретін боламын. Дәл бүгін тіркелетін болсаңыз, 10-қа кіресіз деп неше түрлі триггерлерді қолдану арқылы сіз клиентті жаба аласыз. Яғни клиенттің проблемасын сіз шештіңіз, клиенттің проблемасын анықтадыңыз, одан кейін сіз сұрайсыз ғой, неге тіркелгіңіз келмей тұр? Немесе неге дәл қазір сатып алғыңыз келмей тұр бұл көйлекті деп ше, мысалы, көйлек сататын болсаңыз, мысалы, қасына броштарды қойып қоюға болады. Дәл бүгін алатын болсаңыз, мына брошты қасына қосып беремін. Немесе бұл көйлекті не үшін, мысалы, айтады да, мысалы, сізге бұл көйлек ұнап тұр, үйлесімді, бірақ тым қымбат екен деп айтса, онда бірден скидка жасап жіберу деген заң емес. Сіз айтасыз. Зато сіз бұл көйлекті кисеңіз, зато сіз бір рет шығын былай ақшаңызды не істесеңіз, бұл сіздің барған жерде уверенно отыруыңызға көмектеседі. Бұның качествосы жақсы, бұл оригинал тауар деп шамалы тағы да бір сенімділік айтып жүру керек. Яғни сізге адам хабарласып тұр, хабарласқаннан кейін ол не уверенно болып тұр да, ол әлі сенен күтіп тұр да, саған тағы да мотивация беріп, бұл сіздің алатын тауарыңыздың жақсы екенін, сіздің қызметіңіздің жақсы екенін, оған керемет құндылығын айтып басып жіберсеңіз, клиент сіздікі. Яғни клиентті көндіру, ол всегда ол клиентті қандайға апару, ол сіздің қолыңызда тұрған дүние да. Яғни ол клиент сізге хабарласқаннан кейін, сіз сатушы болғаннан кейін, ол сатып алушы болғаннан кейін, бұл жерде бастан аяқ бір А точкасынан Б точкасына жеткізу, ол сіздің қолыңызда.
яғни ол сататын адамның қолында. Сататын адам қандай нәтижеге алып келеді, сататын адам қандай, яғни екеуінің қайсысы ұтады, кімнің техникасы көп. Мысалы, клиенттің техникасы көп болса, онда сізден 50% акцияны алып, сізді ұтып кетеді. Ой, кешіріңіздер. Яғни, көрдіңіздер ғой, яғни екеуінің қайсысы мықты, сатушы мен сатып алушының қайсысы мықты, сол озып кетеді. Бірақ та скидканы түсірмей, сол тауардың құндылығын көрсете білген адам және сол айтып тұрған бағасына сенімді болған адам, ол ұтады. Қай адам болса да, психологиялық тұрғыдан мысалға, қай адам болса да, ол түсіруге тырысады, ол арзанға алып қалуға тырысады. Алдын ала неше түрлі проблеманы айтып сізге, ол клиенттің психологиясы, ол сізге неше түрлі проблеманы айтады да, сол проблемадан кейін сізден бір, ой, қазір ақшам болмай тұр, бір қатты қатысқым келіп тұр деп айтады дағыны, шамалдан кейін айтады, сіздің курсыңызға 3000 теңгемен қатысуға бола ма деп айтатын адамдар бар да, но хотя сіздің курсыңыз 6000 теңге тұрады да, мысалға ретінде. Сол кезде сіз өзіңізге уверенно болып, жоқ, бұл ондай тұрмайды. Бірақ түсінемін, сізде мүмкін ақша жоқ шығар. Бірақ бұған бірлет әрекет жасап, осылай тауып тіркелсеңіз, сіздің барлық арман мақсатыңыз орындалар еді деп құндылығын түсіндіріп жүрсеңіз, ол жерде клиент уже сынатын болады да. Түсіндіңіздер ғой да? Клиентті жабу деген осы. Одан кейін барып, мысалға, сіз тауарды айтасыз, мысалы, барлық презентацияны жасап келесіде ғана уже сатар кезде тауардың бағасын айтқаннан кейін сөйлемеуге, оны ақтауға тырыспаңыз. Бағаны айтты ма, болды, одан кейін ешнәрсе жазбаңыз, уже клиентті күтіңіз, клиент өзі не айтатынын. Және, мысалы, клиент сізге хабарласады, клиент хабарласқаннан кейін сізге сұрақ қояды ғой, жаңа сұрақ қояды, сұрағына жауап бересіз, бірақ сіз тағы да оған сұрақ қоясыз. Ол сұраққа жауап береді, сізге сұрақ қоймаса, сіз тағы да сұрақ қойыңыз. Яғни, сұрақ қою арқылы, мысалы, сату не үшін маңызды? Сатар кезде сіздің басты мақсатыңыз болу керек. Яғни, мен нені сатып жатырмын, мен сатып жатырған адамға көмектесе алам ба, мен қандай проблемасын шеше алам, яғни менің мақсатым не? Ол сату емес, менің мақсатым көмектесу. Немен көмектесу? Адамның қандай проблемасын шешіп беру, яғни ең бірінші мақсатыңызды біліңіз. Одан кейін барып, клиентті досыңа айналдыру. Бұл сату этаптарында екінші этап, бұл өте маңызды этап. Яғни сатуда клиент, мысалы, қараңыз, мысалға менің курс қазір сату ол бүкіл өмірде, мынау біздің жүріп жатырғанымыз, біздің жасап жатырғанымыздың барлығы бізде сату, өзімізді сата білу керекпіз. Мысалға, сіз мектеп оқушысы болдыңыз, бізде қай біз пәнді өте жақсы оқыдық, соның мұғалімі сол пәнді бізге сата алды демек. Яғни, кім ойын сауық арқылы өткізеді, мысалға ретінде, кім, мысалға, қараңыз, мен кей кезде, мысалы, сіздермен по-свойски сөйлесуге тырысам, кей кезде бір сіздерге дополнительный сұрақтар қойып, сіздердің ойларыңызды білуге тырысам, сіздерге иногда мотивация берем, иногда ренжігенімді айтам. Яғни сіздерге қатып қалған мұғалім ретінде өзім ұстап тұратын болсам, мысалға ретінде кейбір адамдар бар ғой, тек араға тауарды салып қояды, яғни мен мұғаліммін, мына тауар сіздерге бұны үйретем, болды, менің міндетім сіздерге үйрету дейді да. Ал өзінің эмоциясымен, өзінің ойымен бөліспеу мүмкін да. Яғни қарапайым досына қараған құсатып қарамауы мүмкін. Мен всегда бұл принципті сақтауға тырысам. Яғни мақсатымды білем, одан кейін досыңа айналдыру деген принципті мен ұстауға тырысам. Яғни клиенттеріме сыйлық беріп, кей кезде клиенттеріме мотивация беріп дополнительно, кей кезде яғни оқырмандарыма, сіздерге. Мысалы, кеше мен ренжігенімді айттым, жай айтпауыма да болады еді, например, по-свойски досың ретінде. Сол үшін сіздер көрдіңіздерде, маған таңертеңге дейін осы қап ренжіп қалды-ау деп, мысалға, жекеме шыққандар бар. Яғни, солай бір уже бір менің эмоциямды сезініп, мысалы, достық қарым-қатынаспен сіз таңертеңге дейін әйтеуір тапсырманы орындап бердіңіз да, мысалға ретінде. Солай, яғни жағдайға қарау,
неңіз жаңағыдай қалай айтсам болады, яғни досқа айналдыра білу. Мысалға адам сізге келгенде де мен мана айттым ғой, сіз Атыраудікі екенсіз ғой, сіз 54 жаста екенсіз ғой, 54 жаста болып сетевой бизнеспен айналысам деп жүрсіз бе, тамаша, қандай керемет жан едіңіз, барлық 54 жастағы апаларымыз, әжелеріміз сіздей болса ғой деп шамалы бір адамға комплимент айту арқылы досыңа айналдырып алу. Түсіндің ба? Мысалы, менде кей кезде 18 жастағы, 20 жастағы інілерім келеді оқуға. Сол кезде мен оларға солай комплимент айтамын, чтоб менімен дос болсын, мені досындай қарасын, маған сенсін деген ниетте. Мысалы, мен солай айтам да, ой, молодец інім, молодец, сен сияқты жастар бүйтіп білім алам деп келмейді, ал сіз білім алам, өсем, өнем деп келіп отырсыз, бұйырса мен сізге көмектесем деп сөйтіп мотивация берем. Мысалы, кейбір үлкен ағаларым болады хабарласатын, сол кезде де ағаларыма да мақтау айтып қоямын, мысалға, ой, жарайсыз, бұйырса үйретем сізге, қысылмай ақ қойыңыз деген сияқты ше, мысалға ретінде, яғни қарындасы ретінде, яғни әр адамды досыңа айналдыра білу керексің. Мысалға, мен қалаларын сұрайым, например, қаласы арқылы дос қылып алам. Шымкент па, мен шымкенттіктерді мықты жақсы көрем деп басында сөйтіп айтуым мүмкінмін. Мысалы, руын сұрау мүмкін, кей кезде бір әңгіме жақсы өрбу үшін ше. Яғни ең басты мақсат ол мақсатыңды білу, досыңа айналдыру клиентті. Мысалға, мектеп кезінде мысалы қарайсың ғой, мысалы, адам мен адамның арасында тек қана зат тұратын болса, онда ол қиын болады. Ал мана мен бір ойымды айттым, соны до конца аяқтайын. Например, ата-аналар мысалға балаларына жақсы тәрбиелі болуды, сондай бір дүниені үйретеді ғой, ол да ұстаздық. Например, ата-ана баласына жақсы тәрбие бергісі келеді, бірақ ол кері жасау мүмкін да, мысалға ұрса беру арқылы, яғни онымен дос болмай, ұрсу арқылы мен ата-анамын деп принципті қойып алу арқылы оған баласын қателеспеуден, қателіктен сақтаудың мақсатында баласын өзінен қашырып алуы мүмкін, далада оған бұзықтылықты бұзықтар сатуы мүмкін. Яғни ата-анасы білімді жұмыс жасау керектігін сата алмай, оған даладағы бұзықтар бұзықылық жасауды, арақ ішуді, темекі тартуды үйретуі мүмкін. Түсініп отырсыз ба? Бұл жерде сату ол сіздің өзіңіздің балаңызға сату, жолдасыңызбен қарым-қатынастағы сату, ол барлығында жүзеге асады. Мысалы, сіз даже күйеуге шығатын болсақ та біз өзімізді күйеуімізге сату керекпіз. Мысалы, біз қандайымыз, өзіміздің қандай адам екенімізді көрсету, ол тоже сатуға байланысты. Сіз жұмысқа кіретін болсаңыз, жұмысқа кіру үшін де сіз өзіңізді маман ретінде сату керексіз. Ол сату бізде мына өмірдің барлығында сату жүйесі болып жатыр. Түсініп отырсыздар ма? Мысалы, мұғалім, мысалы, мен сіздерге қазір тек қана мұғалім ретінде қарап өзімнің сабағымды игерте алмасам, тапсырманы орындата алмасам, онда сіздерге бұл сабақты мен сата алмағаным, яғни бұл сабақты сіздерге қалай айтсам болады, оқуға деген сіздердің құштарлықтарыңызды оята алмағаным, яғни ол менің кінәм болып табылады. Яғни егер де мен сіздерден результат шығара алмасам. Түсініп отырсыздар ма? Сол сияқты любой нәрседе сату деген ол маңызды. Сондықтан сату жақсы жүру үшін ең басты мақсатыңды білу, және досыңа айналдыру, және қажеттілікті анықтау. Мысалы, балаңда проблема болып тұр ма? Балаңның проблемасын анықтау үшін және оған дұрыс шешім беру үшін өмірінің жүзеге асуына, даже ол жақта да бізде сату деген бар. Онда балаңның проблемасын анықтап алу керексің. Оған не, киім керек па, әлде жұмысы ұнамай жүр ма, жүрген ортасы ұнамай жүр ма, қандай проблемасы болып жүр, неге настроениесі жоқ. Сол бір қажеттіліктерді, проблеманы анықтап алу керек. Қандай да бір клиент келсе, мысалға мен кеше сіздерден сұрап жатырмын, мүмкін сіздер тапсырмаға үлгере алмай қалдыңыздар. Не себепті үлгере алмай қалдыңыздар? Айтыңыздар, мен сіздерді біліп жүрейін. Түсінбей жатсаңыздар, түсіндіріп, қажеттіліктеріңізді анықтап, мен көмектесейін деп. Бұл процесс, бұл сатылым процесі. Сізге адам келді ма, міндетті түрде қажеттілігін анықтау,
ол сатудың үшінші процесі болып табылады. Біріншісі мақсат, екіншісі досыңа айналдыру, үшіншісі қажеттілікті анықтау. Қажеттілікті анықтау дегенде манадан айтып жатырмын, уже түсінген боларсыз, иә. Яғни оқырманға сату үшін, оқырманның проблемасын шешу үшін, оқырманға бір нәрсе ұсыну үшін сіз оның қажеттілігін анықтау керексіз, оның проблемасын анықтау керексіз. Одан кейін барып презентация жасау. Яғни қай салада болса да сіз кеше айттым ғой мен, автоворонкада ол лид магнит, ол өте маңызды. Тегін ақпарат беру, хотя бы видеоңызды дайындап қойыңыз презентация ретінде. Сіздің қайтадан кіріңіздер.